Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тікбұрышты үшбұрыштарды шешу. Оқу мақсаттары. Тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 30 градус, 45 градус, 60 градус бұрыштарының синусын, косинусын, тангенсін және катангенсін мәндерін пайдаланып шығару керек біз есептер. Бағалау критериялары. Тікбұрышты үшбұрыштың элементтерін табу үшін 30 градус, 45 градус, 60 градус бұрыштарының синус, косинус, тангенс және катангенсінің мәндерін қолданады. Тригонометриялық функциялардың анықтамасы бойынша үшбұрыштың бұрыштарын табады. Тригонометриялық қатынастардан катеттер мен гипотенузаны табады. Сіздерге балалар әр топқа тапсырма беріледі, сол тапсырмаларды орындап көріңіздер. Бірінші топ тыңдаңыздар тапсырмаларыңызды. 45-тік бұрыштың синусын, косинусын, тангенсін және катангенсін табыңыз. Ол үшін катетті А болатын теңбүйірлі тікбұрышты үшбұрышты салып, есепті шығарып көріңіздер. Келесі екінші топқа осындай тапсырма. 30 градустық, 60 градустық бұрыштың синусын, косинусын, тангенсін және катангенсін табыңыздар. Ең алдымен тікбұрышты үшбұрышты саласыздар. Тікбұрышын анықтап алғаннан кейін сіздер маған синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфаның мәнін табыңыздар. Содан кейін Б бұрышын сүйір деп алып, синус бета, косинус бета, тангенс бета және катангенс бетаның мәндерін табыңыздар. Шешулеріне назар аударып, өздерінің шешімдерімен салыстырып көріңіздер. Жақсы балалар. Үшінші тапсырма. Жеке жұмыс болады. Тақтада сіздерге тапсырмалар берілген, сол тапсырманы өздерін жеке дәптерлеріне шығарып көріңіздер. Бесінші жаттығуға бәріміз қосылып назар аударайық, бірге есептеп көрейік. Бізге АБЦД трапеция берілген. СД қабырғасы АД қабырғасына перпендикуляр екен. СД қабырғасы 4 сантиметрге тең, АД 11, БЦ қабырғасы 6 сантиметрге тең. Осы жерден сіздерге синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа және катангенс альфаның мәнін табыңыздар дейді. Ең алдымен тікбұрышты трапеция назар аударайық. Суретін салайық. Бізде БЦ қабырғасы 6-ға тең, АД қабырғасы 11 сантиметрге тең және СД қабырғасы 4 сантиметрге тең екенін белгілі. Енді есептеп шығарып көріңіздер. Және балалар, келесі тапсырма бізге деңгейлік тапсырмалар берілген. С деңгейін алып, осы тапсырманы орындап көріңіздер. Гипотенузаны альфа және сүйір бұрышы болатын тікбұрышты үшбұрышқа бір қабырғасы басқа қабырғасынан 2 есе артық тіктөртбұрыш іште сызылған. Үлкен қабырғасы гипотенузада, ал оған қарама-қарсы төбелері катеттерде орналасқан. Тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңыздар. Осы есепті тапсырмаларды орындап көріңіздер балалар. Енді өзін-өзі бағалау. Дескрипторы бізге берілген. Егер сызба дұрыс сызылса, ұпай қоясыздар. Немесе балалар плюс-минус таңбаларын белгілеп шығуға болады.
30 градус, 45-60 градус бұрыштарының синусы, косинусы, тангенсі және котангенсінің мәндерін дұрыс қолданса, онда плюс таңбасын қоясыздар. Тригонометриялық функциялардың анықтамасы бойынша үшбұрыштың бұрыштарын табу білсе, онда плюс. Егер таба алмаса, онда минус таңбасы қоясыздар. Тригонометриялық қатынастардан катеттер мен гипотенузаны табу білу керек. Жақсы балалар. Енді әр оқушы осы тапсырманы орындап көріңіздер. Жақсы балалар, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.